Комитет басшысы елде көші-қон ағыны бақылауда екенін бірнеше рет қайталап айтты. Дегенмен елге кірген шетел азаматтарын қадағалау қалай жүріп жатыр деп қоғам алаңдаулы. Біз бұл мәселені парламент мәжілісінің депутатынан сұрап көрмекпіз. Бізбен қазір тікелей байланыста мәжілісмен Берік Дүйсенбинов мырза бар екен. Берік мырза, қайырлы кеш. Кеш жарық, саламатсыздар ма? Ресей, енді бірден сұраққа көшсем, ресейліктер қазір халыққа қызмет көрсету орталығына барып, жаппай жеке сәйкестендіру нөмірін алып жатыр ғой. Ал ЖСН алудың жеңіл екенін өзіңіз білесіз. Бұл енді біздің ұлттық қауіпсіздігімізге қатер төндірмей ме? Жалпы шетел азаматтарының елде қаптап кетуінен қандай қауіп болуы мүмкін сіздіңше? Енді бұл Қазақстанға өкінішке орай бір келесі түсіп отырған сынақ. Қай заманда да Қазақстанның құшағы мынандай қысым көрген халықтарға ашық болатын. Өкінішке орай тарих қайтадан қайталанып келе жатыр. Бірақ бүгін Қазақстанымыз бұл бұрынғы Қазақстан емес, бүгін тәуелсіз, терезесі тең ел. Сондықтан бүгін біздің күштік құрылымдар бұл сынақтан ойдағыдай өту керек. Ол үшін мен қандай шара ұсынар едім? Мына бүгінгі келіп жатқан біздің елімізге келіп жатқан, көрші мемлекеттен келіп жатқан азаматтарды біріншіден қос азаматтыққа тексеруіміз керек. Сосын біздің күштік құрылымдар біздің еліміздің азаматтарымен алыспай, олардың нақты жұмысы ұлттық қауіпсіздікпен айналысу керек. Барлық күштік құрылымдар, шекарадан бастап, МВД, басқа да біздің күштік құрылымдар бүгін белсене іске кірісу керек. Бұл үлкен сынақ, тағы да айтамын. Бұл қазақта жақсы сөз бар. Әр нәрсенің өзінің бір соңында бір айтады ғой, қайыры бар деп. Бізге егер осы сәтті біз дұрыс сәтті пайдалансақ, біздің елімізге бұл қосымша күш, қосымша қаражат, қосымша жұмыс орны, ал енді біз бұрынғыдай қалғып мүлгіп ұйықтап отыратын болсақ, әрине бұл біздің ұлттық қауіпсіздігімізге қауіп төндіретін сөзсіз. Бұл кісілер келіп жатқан кімдер? Бұлар біріншіден 90% өздерінің этникалық отанына көшіп кеткен біздің жерлестеріміз. Өйткені әй жоқ, шай жоқ, бөтен елге ешкім көшіп келмейді. Осылардың барлығы біздің елдің бұрын азаматтары болған, қазір көрші елде соғыстың есі шыққаннан кейін біздің елге келіп жатқан, былайша айтқанда, соғыстан қашқан қашқындар. Сондықтан олардың телеграм чаттары, олардың WhatsApp чаттарының барлығы біздің күштік құрылымдардың қадағалауында болу керек. Былайша айтқанда, қазақша айтқанда, біздің күштік құрылымдар осы сәтте ұйықтамау керек. Және бұның барлығы декларация түрінде қалмай, осы мәселені шешудің нақты бір жол картасы болу керек. Жақсы, Берік мырза, түсінікті. Енді осы мәселелерді парламент мінберінде көтересіз бе өзіңіз? Міндетті түрде көтереміз. Өйткені елді алаңдатып отырған мәселе бізді де алаңдатып отыр. Осының бір нақты шешімі қазір ел болып ақылдасып, мен қазір бүгін Өскемен қаласында өзімнің отанымда іссапарда жүрмін. Осы жерде де шекаралас қала болғандықтан осы жердегі азаматтардан да естіп жатырмын. Ағылып келуде. Қазір тағы да айтып отырмын, біз терезесі тең. Бұл 50 жылда ел жаңа дейді ғой. Бұл бұрынғы Қазақстан емес. Қазір басқа Қазақстан, басқа менталитет. Біздің Құдайға шүкір жаңағы тіліміз, біздің ұлттық менталитетіміз қазір елдегі ауа райын қалыптастыратын біздің қазақ ұлты. Сондықтан кім келсе де біздің елге, біздің ұлтқа құрметпен қарайтын, тіпті керек десеңіз болашақта қазақ тілін білмей елге кіргізбеу керек дегенде ұстаным бар. Мен осыны қолдаймын, бұл мәселені көтеремін. Жақсы, рахмет, түсінікті Берік мырза, жан-жақты ақпарат бергеніңізге. Бүгінгі айтылған мәселелер тек сөз жүзінде қалмай, билік тарапы қаперіне алады деп сенейік. Елдің қауіпсіздігі ең басты мәселе.